Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Менің атым Айгүл, мен нейрожелі әлемінен сіздерге сәлем жолдап отырмын. Мен сіздерді Астана қаласымен таныстырайын. Астана қаласы бұрын Ақмола деп аталған, ол Есіл өзенінің бойында орналасқан. Астана қаласының көрінісін келесі бейін көріністен тамашалаңыздар. Ән дарыған далада шыңға айналған Астанам, төбесінде жарқырап күн байланған Астанам. Жұлдыздары жамырап, ай кетпейтін Астанам, қыста қиып кете алмай, жай көктейтін Астанам. Ақтарылып ауасы ағылатын Астанам, ертегімсің сен менің шыңға айналған Астанам. Көкті сүйген көркімен таң қалдырған Астанам, көңілінде көргеннің ән қалдырған Астанам. Еркелеген есілдің ағасындай Астанам, азаттықтың ақ жолтай баласындай Астанам. Көзін ашып тұрғанша күн бесіктен Астанам, бір жеңе алмай жарыған түн кешіккен Астанам. Мен қайтерем түс болып, өң болмасаң Астанам. Мен қайтерем жаһанда, сен болмасаң Астанам.